Достар, бүгінгі бейнеде роза гүліне тіреуіш жасағанымыз жайлы көрсетіледі. Армысыздар, құрметті достар. Мынау менің роза гүлім. Роза плетистая дейді. Бұны өрмелі роза, өрмелеп өседі осылай. Былтыр отырғызғанмын. Бұның аты Рапунцель. Жалпы роза гүлдерін күтуге менде тәжірибем аса бір керемет емес. Былтыр ғана отырғыздым. Былтыр осы бір 50 сантиметрдей өсті де, сонымен қыстап шықты. Жақсы қыстап шықты. Міне бүгінгі таңда бойы мынандай 1,5 метрдей болып өсіп тұр. Осыған мен енді көктемде уақытша былай сүйеу жасап қоя салғам. Әрине бұл болмайтын сүйеу. Өте бір түрінде құртып тұр. Ертең гүлдеген кезде роза гүлдің түрін одан сайын құртып жіберетін сияқты, әдемі емес болып тұр. Енді осыған мен тіреуіш жасап қойғым келеді. Қолда бар зат, мына бір қолданыстан шығып кеткен жылу құбырларының трубасы, тіпті металлопластик. Осыларды құрап бірдеме жасаймын енді. Арнадан ажырамаңыздар. Достар, екі дайын трубаның бастарын қоса саламыз. Шлангының қиындысымен. Достар, ендеше каркас дайын. Мінекей каркасымыз. Енді осы каркасқа араларын 10 сантиметрден етіп белгі қойып шығамын да. Сосын оны шуруппенен бекітем. Осындай 1,5 сантиметрдей шығады. Ол шуруппен бекітіп шығам. Бекіткенде былай бұрап шығам ғой. Бұрап шығам да шурупты. Содан кейін оған жіп па сым ба тартып қоям орталарына. Сонымен дайын болады деп ойлаймын тіреуішіміз. Ал достар, іске сәт. Мынау металлопластик болған соң керек. Бұрауы сондай қиын болып жатыр кішкене. Достар, осы жерде электроқұрылғының көмегіне жүгінбесек болмады. Шуруп поверт деген өзі шуруп бұрап кіргізу керек қой. Бірақ мынау не бұрғы болып тұр да. Бұның насадкасын ана чемоданның ішінен таба алмай қойды. Дей тұрғанмен осы тесіп алсам да оңайырақ болатын сияқты. Керемет. Тек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Кішкене қисықтау кетті. Не жарайды. Достар, мына аркамыз дайын. Арасын 10 сантиметрдей етіп осындай шуруппен бұрап шықтық. Екі жағын теңдей етіп шуруппен бұрап шықтық. Өте берік жіп. Осымен енді арасын байлап шығамыз.
Достар, енді мен бұны жіңішке екі арматураға кигізетін болдым. Ол үшін екі метрдей арматураны алдым да, сөйтіп оны екі жағынан қарып шығам, бір 50 сантиметрдей қалдырып, сөйтіп оған тіреуішті кигізе саламыз. Жаңа көрініске қарағанда бұл әдем болып қалды. Былай силуэт көрсетіп қойса болады, кішкене ортасын майыстырып. Өйткені екі жақта тіреу бар. Мына екі жақ не болып тұр, өзі керіліп тұр. Енді мынаны былай майыстырсақ болады. Силуэт болады екен. Ал достар, жұмыс бітті. Енді мына роза гүлін бұлай іліп асып қоям. Ары қарай өздері өрмелеп өсе береді. Және тағы бір айтатын жайт, бұл тіреуіш жасаудың үлгісі емес. Сіздерге жай көрсеткенмін. Осы есіктің алдындағы керек емес дүниеден үйлестіріп жасаған нәрсені. Дегенмен осының алдында болған тіреуішке қарағанда бұл әлде қайда жинақы, ретті болып қалды. Сол, достар, менің ардамда болып осыны тамашалағандарыңызға алғыс. Егер жазатын пікірлеріңіз болса, мен аса қатты мархабатпен оқимын және жауап беремін. Ал ендеше сау саламатта болыңыздар.